Өмір мектебі. Бәрімізде өмір мектебінде, Құдай тағаланың мектебінде оқушымыз. Әркім өзіне лайық сабақты алады. Өмірлік жағдайдан жағымды сабақ түйсек, өзімізді жетілдірсек, рухани өссек, онда жаңа деңгейге көтерілеміз. Тағдырды қабылдай алмасақ, өмірді сол күйінде көрмесек, жетілгіміз келмесе, онда өмір бізді қоқысқа айналдырады. Мен сіздерді әр адам өзіне жауапкершілік ала білетін, өзінің өміріне өзі ие болатын әлемге шақырамын. Мен сіздерді сиқырлы шынайылыққа шақырамын. Сіз мұнда өзіңіз сиқыршы боласыз, немесе ескі өмірде қаласыз ба, құрбандық пен жауыздар әлемінде. Сиқыршы жаратады, жасайды, құрбандық пен жауыз жояды. Сиқыршыда көрелмаушылық, ашу, қызғаныш жоқ. Оған бәсекелес болудың қажеті жоқ. Ол жай ғана өмір сүреді. Өмірін өзі басқарады. Ол күреске бел шеше кіресудің қажеті жоғын баяғыда түсінген. Біреуге зорлық жасап, әлденеге ие болудың қызығы төгісіледі. Ол өмірден керегін алады. Яғни өмірдің өзі оған бар керегін алдынан шығарады. Себебі ол өміріне ие. Булгаковтың шығармасында айтушы еді ғой, есіңізде ме? Воланд Маргариттаға ешкімнен ештеңе сұрама. Өздері келеді, өздері береді деуші еді ғой. Әр адам болмысы бойынша туындыгер, бірақ мұнысын ұмытып кеткен. Көзіңді ашып қара, өзіңді көр, әлеміңді көр. Егер ауру болсаң, қиындығың көп болса, оған ешкім кінәлі емес. Сіздің өмірдегінің бәрін жасаған өзіңіз. Осыны түсінген адам тамаша түйінді түсінеді. Бәрін өзгертуге болады, тек өзіңнен бастасаң болғаны. Соны тезірек түсінген адамның өмірінде өзгеріс күттірмейді. Өзіңіз шешіңіз, таңдау өз қолыңызда. Өмірге деген наразылық, өмір сүргін келмейтін күй адам басына аяқ астынан түспейді. Жай әншейін іс пысқаннан бола салмайды. Көбіне қайда барарыңды білмей, мақсатсыз өмір сүріп жатқанда осы ой мазалайды. Үш нәрсені білу парыз. Қайда барғың келеді? Не үшін? Сол жерге қалай тез жеткің келеді? Мақсат анықталса, адам қанша қиналса да қадам сайын алға жылжи береді. Сондықтан неғұрлым зор мақсатқа ұмтыл. Сонда алға жылжитын күш-қуат пайда болады. Өміріңді туындыға айналдырып, кеуде кере өмір сүресің. Бүгінмен өмір сүр. Бұрын ылғи не өткен өмірді, не келешекті армандап жүретінмін. Бүгінмен өмір сүру қиын болушы еді. Ерік жігерімнің бәрі түсініксіз түрде таусылып қала беретін. Себебі миымның бәрі өткен мен келешек туралы уайымға толы болды. Бүгінімді қолдан жасауға қуат та, ниет те қалмайтын. Ал бүгініміз келешекті қалыптастырады ғой. Бүгіннің қаншалықты толыққанды, көңілді, өнімді болса, келешекте соншалықты позитивке толы болмақ. Кейде әңгімелесіп отырған адамдардың не деген естімей қала беретінімді байқадым. Себебі ойым басқа жаққа еді. Менің елмен араласуым үстірт бола бастағанын сездім. Қазір назарымды бүгініме аударуды үйреніп жүрмін. Әр сәттен ләззат алуды үйрендім. Кез келген жағдайға толық беріліп, жасаған дүниемді бар ынтаммен жасайтын болдым. Сөйлесіп отырған адамды беріліп тыңдаймын. Өмір басқа түске бояла бастады. Бүгініңді басты назарда ұстау, соған беріліп өмір сүру, бұл ғаламды терең түсінуге көмектеседі. Өмірдің әр кезеңіне
терең сүңгіген адамға қуаныштың мыңдаған қыры ашылады екен. Стратегияны өзгерт. Мен кездейсоқтыққа сенбеймін. Өмірдегінің бәрі өткен шақтағы таңдауымыздың нәтижесі ғой. Егер қазір тұйық шеңбердің бойымен жүргенде күйді бастан кешсең, шығар есік, таппай қиналсаң, оған кінәлі өзің ғана. Ендеше стратегияны өзгертетін меже жеткені. Сенің өміріңдегі өзгерістің бәрін өз қолыңмен жасайсың. Саған өзгермейінше ештеңе өзгермейтінін түсінсең болды. Төзім туралы. Бірнеше жыл алдын бұрынғы бастығым өзі жақсы адам еді. Біздің командаға ерекше тимбилдинг ұйымдастырды. Тимбилдинг Грекияда өтті, Санорина аралында. Ол бізге тосынсыйды жиі жасайтын. Бұл жолғысы бәрінен асып түсті. Кешкі асқа австралиялық атақты грек жел аяқ Янис Кросты шақырыпты. Өзіңнен асып түсу хақында тамаша әңгіме өрбіді. Білмейтіндерге айта кетейін, Янис Крос көптеген әлемдік жүгіру жарыстарын рекордсмені. Ол 12 сағаттан бастап 6 күнге созылатын жарыстарға қатысқан. Бүгінгі таңда бүкіл әлемдік рекордтарды жаңартып келеді. 15 жарыс бойынша. Көп адам оның жүгіру тәсілін зерттеп, талдап, бұлшық етін, кеудесін, қолдарын сараптапты. Айтпай не керек? Кросс феноменін түсінуге тырысқан, бірақ олар іздеуге тиіс жерден іздемепті. Сол кешкі аста ол бізге өзінің құпиясын ашты. Сол аңыз адамның өздерін мәңгілікке есімде сақтап өтемін. Дистанцияны тек тәннің күшімен аяқтау мүмкін емес, тек ақылға сеніп өту де мүмкін емес. Адамның тәні ақылдың құлы. Егер ақыл әрдайым өзінің кемелдігін көрсетсе, тән ақылдың кез келген бұйрығын орындайды. Басқа адамдар шаршаған кезде тоқтайды. Мен тоқтамаймын. Мен тәнімді рухпен жеңемін. Мен оған шаршамадым деймін. Ол мені тыңдайды. Сіздер төзімді болуларыңыз керек. Әрдайым жаттығу қажет. Төзімді болмаса, адам ешқашан шыдамды болмас. Янис Кросс тек төзімінің арқасында жетістікке жетті. Ол төзімін табандылығы мен шыдамдылығының арқасында дамытты. Оның бала күнгі тәжірибесі рухын шыңдады. Ақылы мен рухына сенген адамның алмайтын асу жоқ екенін түсіндірді. Шабыттан. Егер дәл қазір бүкіл әлемде электр тоғын өшіріп, ер адам өзінің іштегі жарығын қосып, соны ғана қолданасын десе, онда елдің бәрі тас түнекте қалар еді. Қазіргі заманның адамдары шабыттанбайтын болған. Себебі жүректегі отты күмән күдікпен өшіріп алған. Бір нәрсені қатты қалағандықтан емес, жасауға тиісті болған соң істейтін болғанбыз. Біз ыңғайлы, оңтайлы өмірді таңдаймыз. Үрейдің жетегінде кетеміз. Махаббат жанымыздың қалтарысында қалып жатады. Жүректегі отты жағу үшін сүю керек. Сол үшін сүйікті ісіңмен айналысу маңызды. Істегеніңді жақсы көру қажет. Тек арманның отын жаққанда ғана жүректегі отымызды маздатамыз. Сол от алдағы жолымызға сәуле шашады. Кез келген игілікті алдымыздан шығарады. Мейлі дәулет болсын, мейлі рухани байлық болсын. Әр адамның міндеті жүректегі отын жағу. Сол от өзінің де, өзгенің де жолын жарқ етеді. Өмір деген арман, арманыңа жет. Өмір деген борыш, орында. Өмір деген ойын, ойна. Өмір деген махаббат, рахатын көр. Өмір деген құпия, таны. Өмір деген мүмкіндік, қолдан. Өмір деген
қайғы жең, өмір деген күрес, шыда, өмір деген трагедия, еңсер, өмір деген бақыт, қолдан жаса.